Рүстем Омаров 1985 жылы 9 қарашада Талдықорған қаласының тумасы. Бізге патруль телехикаясында Серик атты персонажымен танымал және сүйікті. Не полк, я волк, понял? Серик меня зовут. Я твой начальник. Слышь, ищак, ты чё, не выучил мой голос? Рүстем Омаров тек актерлікпен ғана емес, сценарист, орындаушы, продюсер ретінде де өзін танытуда. Рүстем Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің түлегі. Сол студенттік кезінде 101 Алматинск КВН командасының капитаны бола танымалдыққа ие болды. Онымен қоса көптеген қазақстандық телеарналардың Большая разница, Айналайын, Вузеры, Дуқол шоколад, Бажалар, Қазақстан және тағы басқа шоулардың сценаристі және авторы. Ал 2020 жылы көрермендерге ұнаған Сәке атты сериалда басты рөлді ойнаған Рүстем сол сериалда жергілікті Чапай ауданының әкімі Саяз Саматович кейпін тамаша орындап паш етті. Күні-түні халықтың жағдайын шешуге, олардың барлық кішігірім болсын мәселелерін көңіл бөлуге ұмтылған шенеунік ретінде өзін көрсетпекші болғанымен, барлық жаман ойларын іске асыру басты мақсаты болған. Бірақ орынбасары азаматтың пайда болуы барлық жоспарларына, өмірлік көзқарастарын өзгертті. Негізі ақ пен қараны айырудың қиын жолын керемет көрсете алған барлық 16 серияда стресспен жүріп, рөлін беріліп ойнаған актерлігіне біз 10 деген баға беруді жөн көреміз. Пока возможность есть, шасау берді. Понимаете меня? Ал сіз Рүстем Омаровтың өнеріне және сериалға қандай баға берер едіңіз? Комментарий қалдырып, тіркеле кетіңіздер. Назарларыңызға рахмет.